Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз қалай ойлайсыңдар? Иә, дұрыс. Мен шаңғы тебемін. Сабақтың мақсаты мұғалімнің қолдауымен тақырыпқа қатысты сөздер, сызбалар, суреттерді қолданып, постер сөйлемді суретпен толықтырып жазу. Сөйлеу барысында мұғалімнің қолдауымен етістіктің шарттарын, бұйрық рай, болымды болымсыз етістіктерді қолдану. Мына сөздермен таныс болайық. Дәптерге жазайық, есте сақтайық балалар. Ертең, демалыс, тағы бір қайталап шығайық. Ертең, демалыс. Бірінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Балалар, ертең демалыс, біз тауға барамыз. Алақай, біз тауға барамыз. Мен шаңғы тебемін. Сен тауға барасың ба? Иә, мен тауға барамын. Есте сақта. Мен барамын. Біз барамыз. Екінші тапсырма. Суретке қара, толықтырып айт. Ол тексерейік. Ол велосипед тебеді. Ол шаңғы тебеді. Ол коньки тебеді. Үшінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Ертең демалыс. Біз тауға барамыз. Тауда қар көп. Мен тауда шаңғы тебемін. Алмабек ертең қайда барады? Ол тауда не істейді? Алмабек ертең тауға барады. Ол тауда шаңғы тебеді. Төртінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Сен тауға барасың ба? Сен тауда не істейсің? Иә, мен тауға барамын. Мен тауда шаңғы тебемін. Бесінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Х. Дауыссыз дыбыс. Қарындаш. Қасқыр. Қара. Сенің атың кім? Менің атым Қанат. Есте сақта. Кім, не, неше, қандай сұрақтарына жауап берейік. Кім? Қанат. Не? Қасқыр. Не? Қарындаш. Қандай? Қара. Балалар, нөмір 2-ші дәптердегі 7-ші беттегі тапсырмаларды орындайық.
Бірінші тапсырма. Қ әрпін бастырып жазайық. Екінші тапсырма. Суретке қара, жаз. Үшінші тапсырма. Тыңда, белгіле. Мен велосипед тебемін. Мен коньки теппеймін. Мен шаңғы теппеймін. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.